интернет бізде ол жастардың ең сенімді құралы болып табылады. Қазіргі жастардың 57% ғаламторды қолданады. Яғни біз осы ғаламтор арқылы біз өзімізге керекті көптеген ақпараттарды, өзімізге ұнайтын жұмыстарды ғаламтор арқылы таба аламыз. Біз ғаламтордың тиімді және де тиімсіз жағын да айта аламыз. Енді бұл тиімді жолына келетін болсақ, қазіргі жастар іздену үстінде осы телефон арқылы өздеріне жұмыс табады. Жаңағы мобилограф жұмыстарын табуға болады. Айлығы өте жақсы, сол арқылы өздерінің бизнесін көтеріліп, осы өздерінің дамуына алып келеді. Бұл тиімді. Сауда-саттық жағынан да, мысалға қазір әлеуметтік желіде көптеген бизнестер құрылып жатыр. Мысалға алатын болсақ, контестке алатын болсақ, контентті әлеуметтік желі арқылы заказ беріп, өзіңіздің үйіңізге дейін әкеліп тастау мүмкіндігі бар. Бұл жақсы жақтарына келеді, жақсы жақтары. Осы жердегі өзі әлеуметтік жағдай деген термин ұғымға кіргелі көп болған жоқ. Осы уақыт ішінде өзіміздің оқушылар, яғни достарымыз, құрдастарымыз өзінің ойларын айтып кетті. Сол ойға қосыламын, бірақ бұл жерде тәуекел тобы